Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Біз жолда жүру жағдайын қарастырайық. Бұл жерде бізде тақырып қиылыстардан өту кезектілігін реттеуші айқындайды, бағдаршам айқындайды, немесе мына қиылыста орнатылған жол белгілері айқындайды. Ал онда еш нәрсе жоқ болған жағдайда ережеге сәйкес оң жақтан кедергіні өткізу керек деген қағида айқындайды. Енді қараңыздар, құрметті оқырмандар, мына жағдайда бізде ешқандай реттеуші жоқ және бағдаршам да жоқ. Демек, бұл реттелмейтін қиылыстар қатарынан мына жағдайда көк түсті автокөлік пен қызыл түсті автокөлікке бағыттарын қараңыз. Көк түсті автокөлік тіке жүрмекші, қызыл түсті автокөлігіміз солға бұрылмақшы және трамвай тіке жүріп өтпекші. Енді құрметті оқырмандар, басты жол белгісін көріп тұрсыздар. Ол белгіні барлықтарыңыз білесіздер және басты жол белгісінің астында басты жолдың траекториясы көрсетілген. Яғни басты жолдағы көліктер ол мына жерде бар көліктердің барлығы басты жолда. Екінші дәрежелі жолда көліктер жоқ. Енді қараңыз, осындай жағдайда, тең жағдайда трамвай басымдыққа ие болады. Сол себепті трамвай бірінші болып жүріп өтеді. Мына екі көлік бір мезетте жүріп өтсе де болады. Келесі жағдайды қарастырайық. Мына жағдайда мына көк автокөлігіміз кері бұрылып жүріп өтпекші, яғни разворот жасайды. Ал мына жүк автокөлігіміз тіке жүріп бара жатыр. Енді кім-кімге жол береді? Мына жерде көп адамдар шатасуы мүмкін. Басты жол деп мына көк автокөлік жақты айтып, одан кейін тең дәрежелі жолдардың қиылысуы деген белгі тұр ғой мына жерде. Демек, біз көк автокөлік басты жолда тұрғандықтан соған жол береміз деп ойлап қалады. Әрине, бұл қате ой. Бұл жерде қиылыс жоқ. Бұл қиылыс емес. Демек, мына жағдайда тіке жүріп бара жатқан мына біздің жүк көлігімізге біз жол беруіміз керек. Түсіндіңіз ба? Сол себептен де бірінші болып жүк көлігі өтеді, сосын барып көк автокөлік бұрылады. Ал енді мына жағдайды қарастырайық, құрметті оқырмандар. Екі көлігіміз кері бұрылуды орындап жатыр. Кері бұрылатын аймақта кері бұрылғысы келіп тұр. Ал мына жүк автокөлігіміз өз жолымен тіке жүріп бара жатыр. Әрине, сіздер түсінгендей, бірінші жүк автокөлігі өтеді, ал одан соң барып мына екі көлік бұрылыстарын орындайды. Бірақ бұл екі көліктің қайсысы бірінші болып орындайды? Қараңыздар, назар салып қарап түсініп алыңыздар. Міне осылайша. Құрметті оқырмандар, келесі жағдайды қарастырайық. Келесі жағдайда тағы да басты жол мен екінші дәрежелі жолдардың қиылысуы. Ал осы сұрақтың жауабын бірінші болып кім, екінші болып қайсысы, үшінші болып кім өтетінін комментарийге жаза отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.